Дамумет приложениясы арқылы өз баламызды қалай тіркейміз? Ең бірінші өз аккаунтымызға кіреміз, логин парольді теріп кіреміз, содан кейін другое дегенді басып, соның ішінде профиль дегенді табамыз. Ең үстінде бірінші болып тұр, соны басамыз. Родственники дегенге тип родства, яғни кім болады, қызыңыз ба, әлде ұлыңыз ба, соны жазасыз. Иінің қатесіз тіркейсіз. Содан кейін фамилиясын, имя, отчество, дата рождения, пол, адресін толық қатесіз жазып өтесіз. Сохранить дегенді басасыз. Готово дейсіз. Содан кейін ол мінекей өзіңіздің атыңыз және фамилияңыз тұрған жерде тұрады. Осы дөңгелекті басасыз. Сонда сіздің балаларыңыздың аты жөндері жазылып тұрады. Мінекей обновление жасап алыңыз. Егер шықпаса, менде міне екі қызымдікі шығып тұр. Яғни олардың атынан кіруге болады деген сөз. Барлық анализдерін және приемға жазылуға болады деген сөз. Мінекей БТ деп өзгерді, яғни Бауыржан Ташолпан. Енді БГ деп өзгерілді. Бауыржан Гүлсезім. Мінекей енді біз медкартасына кірейік. Мінекей барлығы дайын тұр.